بسم الله الرحمن الرحيم أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. Әліпби, Құран сабақтары. Ассаламу алейкум қымбатты көрермендер. Мінекей өздеріңізбен әліпби айдары. Бүгін біз сабағымызда сіздермен әлиф әрпінің үстіне харакаттың қойылуын үйренетін боламыз. Яғни бізде әлиф әрпі мінекей. Осы әлиф әрпінің үстіне біз алдыңғы сабағымызда өткен 3 харакат, яғни қысқа дауысты дыбыстар, міне, фатха, кәсра, дамма. Осы күйінде бірден қойылмайды. Сол себептен біз араб тіліндегі мына белгіге мұқтаж боламыз. Бұл белгіні біз әлиф әрпіне харакат қою үшін қолданамыз. Мына харакаттар әлиф әрпіне бірден қойылмайды. Ол үшін біз мына белгіге араб тіліндегі мұқтаж боламыз. Бұл белгі араб тілінде хамза деп аталады. Хамзаның қызметі әлиф әрпінің үстіне харакатты қою үшін қолданылады. Мысалға, әлиф әрбі. Біз әлиф әрбінің үстіне бірден жалаңаш күйінде, яғни фатханы қоймаймыз. Сол үшін бірінші хамзаны қоямыз үстіне, кейін хамзаның үстіне фатханы қоямыз. Келесі бізде кәсіраны әлиф астына бұлай жазбаймыз. Біз хамзаны бірінші жазып аламыз астына, кейін хамзаның астына кәсіра қоямыз. Бұл бізде и болып оқылады. Енді үшінші бізде дамманы жазу үшін біз үстіне тағы хамза қоямыз да, үстіне өтір қоямыз. Мінекей. Сонда бізде бұл ә, и, у деп оқылады. Және бір айта кететін нәрсе, хамзасы бар, үстінде харакаты бар әлиф әрбі. Оқылған кезде біз бұны әлиф алдыңғы сабақтарымызда өткеніміз а дыбысын береді деп, онда а, ә деп оқымаймыз. Бұл бізде а, ә деп оқылмайды. Хамзамен, яғни фатхалы болып келген әлиф, тек қана фатхасы оқылады. Әлиф оқылмайды. Тек қана ә дыбысын береді. Дәл сондай кәсірада оқылған кезде тек қана мына харакат оқылады. Кәсіра, яғни и. Дәл сол сияқты даммада. Мінекей. Бұл жерде де біздегі әлиф оқылмайды, тек қана мына дамма оқылады, сонда бұл у болады. Келесі үйренетініміз хамзаның үстіне харакаттың дұрыс жазылуы. Мінекей, мынау бізде хамза болатын болса, біз хамзаның үстіне харакат жазған кезде харакатты ұзын немесе қысқа осылай жазуға болмайды. Бұл бізде дұрыс емес. Хамзаның үстіне харакат жазылған кезде дәл хамзаның бойымен үлкен де кіші де емес. Мінекей. Осылай жазылады. Хамзада әлифтің үстіне осылай жазылады. Бұл тек әлиф әрпіне қатысты ереже. Яғни әлиф әрпіне харакаттың қойылуы. Осымен, құрметті көрермендер, бүгінгі әліпби айдары өз мәресіне келіп жетті. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. ورتل القرآن ترتيلا.